Сәлеметсіздер ме? Мен Парасат Эйджи жекеменшік орта мектебінің физика пәні мұғалімі Исамалика Мажитқызы. Менің алған тақырыбым МКАД-ның негізгі қағидалары, оқу мақсаты МКАД-ның негізгі қағидалары мен идеал газды сипаттау. Ең алдымен заттың негізгі үш күйіне тоқталып өтейік. Ол бізде қатты, сұйық және де газ. Бұлардың негізгі ерекшелігі молекулаларының тығыздығында екендігін білеміз. Енді осы денелердің бір-бірімен әрекеттесуін қарастырсақ. Бастапқыда молекулалары өте әлсіз орналасқан екі дененің әрекеттесуін көрсек, олардың диффузия құбылысы өте жылдам өткенін байқауға болады. Екінші жағдайда молекула санын көбейтіп, яғни тығыздықтарын арттырған кезінде, онда сәйкесінше бастапқымен салыстырғанда баяу жүргендігін көреміз. Дәл осы жағдайда молекулалардың санын максималды мәнге дейін жеткізіп, тығыздықтарын арттырып, тағы да қайталап көрсек. Онда бастапқы екі жағдаймен салыстырғанда молекулалардың бір-бірімен әрекеттесуі өте баяу екендігін байқауға болады. Бұдан шығатын қорытынды диффузия құбылысының жылдамдығы, ол бізде осы молекулалардың тығыздығына тікелей байланысты деп айтады екенбіз. Сонымен қатар, молекулалардың қозғалысы олардың температурасына тікелей тәуелді. Температураны арттырған кезінде жылдамдығының артып, төмендеген кезінде жылдамдығының баяулағанын көруге болады. Жылдамдықтың өзгеруі ол бізде тек температураға ғана тәуелді емес. Сонымен қатар, негізгі макро өлшемдер олар біздегі қысымға және де көлемге тәуелді. Көріп тұрғандарыңыздай, бастапқыда температурасын арттырып, осы ыдыстың ішіндегі қысымды көбейтіп, ал көлемді азайтатын болсақ, онда ішіндегі молекулалардың жылдамдығының артқанын байқауға болады. Көлемді минималды мәнге дейін кішірейтетін болсақ, онда қысымның арту себебінен осы жердегі жарылыстың пайда болуын көреміз. Демек, қысым бізде молекуланың массасына, ол молекуланың санына және жылдамдығының квадратына тура пропорционал. Бірінші формуладан қорыта келе, біз ол молекулалардың массасына және оның тығыздығына тура пропорционал екендігін көреміз. Жылдамдықтың квадраты бізде кинетикалық энергияны туындататындықтан, орташа кинетикалық энергияға да қысымды тура деп қарастырсақ болады. Және алдыңғы симулятордан байқағанымыздай, қысым бізде температураға тура пропорционал. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда осы формулалар бойынша есептер шығаруды қарастырамыз.